Hello everyone. Бүгінгі сабақта біз 4-ші сынып ағылшын тілі пәнінен 78 және 79-ші беттегі тапсырмаларды талқылайтын боламыз. Sounds and words. Дыбыстар мен сөздер. Бұл жерде бізде сөздер берген, қалай оқылады, дұрыс оқып шығу керек дейді. Мен оқимын, артынан қайталаймыз. Ship. Ship. Бірінші сияқты айтылады, біздегі. Sheep деп айтылмайды, ship деп айтылады екен. Келесі бізде fish. Fish. Және де соңғысы shell. Shell. Қайталаймыз артымыздан. Exercise 2. Listen. Circle the picture with a sh sound дейді. Ш деген дыбыспен енді бірден көріп тұрмыз, Ол бізде ш деген дыбыс қай сөзде бар? Fish. Яғни fish деген сөзде бар. Fish деген бізде балық, Ш. Fish. Яғни мына жерде fish балық сөзінде кездесті. Exercise 3. Ш or ч. Listen and complete дейді. Бұны енді балалар тыңдау арқылы орындайсыңдар. Яғни бұл жерде шыма, чыма. Соны белгілейтін боламыз. Бірінші chicken, ш болады chicken. Екінші ship. Үшінші sheep. Төртінші shell. Бесінші fish. Алтыншы touch. Яғни ш, ч, яғни осылай кездеседі. Ал exercise for listen, say, play the side words bingo game. Яғни бұл жерде 4-ші тапсырмада бинго ойын ойнаймыз дейді. Яғни осы сөздерді жасырып, бұны сыныпта ойнайтын боласыңдар. Exercise 1 complete. Бізде бұл жерде төменде суреттер көрсетілген. Және де бұл суреттердің атауы толық жазылмаған, түсіп қалған әріптері бар. Осы әріптерді біз өзіміз толықтырып, жануарлардың аттарын толық жазатын боламыз. Бірінші dolphin. Яғни dolphin дегеніміз дельфин. Келесі gorilla. Горилламыз. Gorilla деп жазылады. О деп жазылады. Одан кейін бізде lizard. Lizard. Келесі crocodile. Бұл сөздердің барлығын алдыңғы сабақтарда біз қайталағанбыз, жаттағанбыз, өткен сабақтарда болған сөздер. Penguin. Penguin. Келесі camel. Camel. Exercise 2. Read and choose. Екінші тапсырмада оқы және белгіле дейді. It lives in the jungle. Қайсы джунглияда өмір сүреді дейді. Crocodile ма, horse па деп тұр. Әрине crocodile, Екінші, біріншісіне тоқталайық. It lives in the steppe. Бұл бізде осы тақырыптардың барлығы болған еді, Яғни құрғақ жерде, құмда қайсы жануар бізде өмір сүреді? Camel. Келесі, it lives in a polar region. Полярлық аймақта қайсы өмір сүретін еді? Penguin. Және де ол жақта полярлық аю өмір сүреді деп өткен едік алдыңғы сабақтарда, есімізде болса. Exercise 3 дейін деп жатырмын ғой. Үшінші, third is it lives in the ocean. Яғни мұхитта қайсы өмір сүреді? Whale, кит өмір сүреді. Exercise 3. Read and underline. Үшінші тапсырмада оқы және дұрысын астын сыз дейді. Өткен шақта was және were ғой. Қарап отырсақ was ба, жоқ were ма дейді. Was деген жекешеде, were көпшеде қолданылатын, Hi Sanjar, how are you? I'm fine, Қанат дейді. Санжар, сәлем, қалайсың? Жақсы, Қанат деп жатыр. Was бола ма, were бола ма, youға дейді. Сен деген сөз бұл тек қана жекеше болмайды екен. Кейде сендер дегенде де осы you білдіреді, Сендер деп айтатын болсақ, кей кезде. Ол кезде де you дейміз. Сонда бұны көптікке жатқызамыз да біз were-ні қолданамыз. Were деген көпшеде қолданылады. Were you at Diana's party yesterday? Сен кеше Диананың сауық кешінде болдың ба? Yes, I was with my brother Берік. Мен Берік ағаммен бірге болдым. Айға was болады. Ай деген мен жалғыз ғана, Келесі Айдар and көркем болса, онда were бол керек. Ой, екіншісін қолданбаппын ғой, мен екіншісін жазбай кеттім, Бұл жерде екіде were. Were дегенді белгілейміз, себебі бұл жерде бір ғана адам емес, екі адам болып тұр. Айдар and көркем at the party too.
сұрақ қойып тұр ғой, where Айдар and Көркем. Айдар мен Көркемде болды ма деп. No, they weren't. Жоқ, олар болған жоқ. Тағы да арғара they were, зайға were, at their uncle's house. Олар көкелерінің үйінде болды. It was his birthday too. It дегеніміз жекеше, ол дегеніміз. Демек, жекешеде was'ды қолданамыз. Осымен бүгінгі сабағымыз бітті. Сау болыңдар.